Сәлем достар, бүгін біз сіздермен О. Генридің шығармасын оқып аударамыз. О. Генри американдық жазушы, және оның шығармаларының ерекшелігі оқиғаны оқып келе жатып, немен аяқталарын болжау қиын. Бүгін сол сияқты оқиғалардың бірін талдаймыз. Money Talks деп аталады. Money Talks тіркесін тікелей аударсақ, ақша сөйлейді. Бірақ бұл идиома, сондықтан Money Talks ақша бәрін шешеді деп аударылады. Бұл кішігірім және қысқа ғана оқиға сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Сонымен, егер дайын болсаңыздар, кеттік. Money Talks. Number 24 Park Street is a big, expensive house. Парк көшесіндегі 24-ші үй үлкен, қымбат үй. Expensive, қымбат. Old Mr. Anthony Rockwell lives there. Кәрі немесе үлкен кісі Mr. Anthony Rockwell сонда тұрады. Бұл present simple'да жазылған, сондықтан етістікке s жалғауы жалғанады. Anthony Rockwell, he lives. He worked for many years, and now he has a lot of money. He worked for many years. Ол көп жыл бойы жұмыс істеген. Worked ed жалғанған өткен шақ формасында тұр. Past simple. And now және қазір оның көп ақшасы бар. He has a lot of money. He is old and he doesn't work. Ол кәрі және жұмыс істемейді. Present simple болымсыз формада doesn't көмекші етістігі қолданылады. A man drives his car for him. Яғни оның көлігін кісі айдайды. Өзі айдамайды, оның көлігін айдайтын жүргізушісі бар. A woman makes his food. Әйел адам оның тамағын жасайды. Мұнда да drives s қосылған, makes s қосылған, өйткені he, she болғанда етістікке s жалғаймыз. Present simple'да. A boy brings the newspaper to him. Ал бала оған газет әкеп береді. Bring әкелу. Mr. Rockwell sits in his big chair and smiles. Mr. Rockwell өзінің үлкен орындығында отырады және күлімдеп отыр. He is a happy man. Ол бақытты адам. Mr. Rockwell calls his son. Richard, come here. I want to talk to you. Mr. Rockwell ұлын шақырады. Call ол тек хабарласу ғана емес, атау емес, шақыру деген мағынаны білдіреді. Richard, мұнда кел. I want to talk to you. Мен сенімен сөйлескім келеді. Want to сөйлеу кезінде wanna бұл өзі кіріп кетеді. I wanna talk to you. Және talk сөзіндегі L дыбысталмайды. Mr. Rockwell's son comes in and sits down. Mr. Rockwell'дың ұлы apostrophe s болса, Rockwell'дың деген сөз. Әліксептігін жалған білдіреді. Mr. Rockwell'дың ұлы comes in. Бөлмеге кіреді and sits down. Отырды. He's a quiet young man of 21. Ол тыныш жас жігіт, 21 жастағы. Yes, father. Richard, the men of this street are gentlemen. They come from good families and have a lot of money. Richard, осы көшенің адамдары джентльмендер. Ер адамдары джентльмен. They come from good families. Олар жақсы отбасыларынан шыққан. And have a lot of money. Және ақшалары көп. We aren't a famous old family, but we have a lot of money. Біз танымал бұрынғы отбасыдан емеспіз, яғни танымал әулеттен емеспіз, бірақ бізде көп ақша бар. My money makes you a gentleman too. Менің ақшам сені де джентльмен етеді. To деген сөз сені де деген мағынада. Money can open a lot of doors for you, Mr. Rockwell says with a smile. Mr. Rockwell күлкісімен күлімдеп айтты. Money can open a lot of doors. Ақша көптеген есіктерді ашалады. Сен үшін көптеген есік ашылады. It can open some doors, father, not every door, Richard says. Ол кейбір есіктерді ашалады, әке, барлық есіктерді емес, деді Richard.
Some, кейбір, every, әрбір, барлық деген мағына. My son, don't say that. We have no problems. Ask people on the street. Ask your friends. What door doesn't open with money? Mr. Rockwell asks. Ұлым, олай деме. Don't say that. Бұл бұйрық сөйлем, және болымсыз формада тұр, сол үшін don't-тан басталады. Олай деме. We have no problems. Бізде ешқандай мәселе жоқ. Көшедегі адамдардан сұра. Достарыңнан сұра. What door doesn't open? Қандай ақша, қандай есікті аша алмайды? What? Сұрағының екі аудармасы бар. Не және қандай. Бұл сөйлемде қандай деген мағына береді. Қандай есікті аша алмайды? Деп сұрады Mr. Rockwell. Money can't buy a place at the table of the right people, Richard says. Ақша керек адамның үстеліндегі орынды сатып ала алмайды, деді Richard. You're wrong, young man, his father says, and he looks into his son's eyes. Son, the families of these men didn't always have a lot of money. They know about work. You make a lot of money with a lot of work. You're wrong, young man. Сен қателесесің, жас жігіт. Деді әкесі және баласының көздеріне қарады. Ұлым, бұл адамдардың отбасыларында әрқашан көп ақша болмаған. They know about work. Олар жұмыс деген не екенін біледі. You make a lot of money with a lot of work. Көп деген жұмыспен көп ақша табасың. Яғни ақша табу дегенді осылай айтуға болады. Make a lot of money. Make money. Ақша жасау келе отырсақ. Richard is quiet. Richard үндемей қалды. Son, what's the problem? Are you sick? What's wrong? You can talk to me, Mr. Rockwell said. Ұлым, не мәселе? Ауырып қалдың ба? Are you sick? What's wrong? Не болды? You can talk to me. Мен сөйлесең болады, маған айтсаң болады. Father, I'm not sick. I have a good home, an interesting job, and a smart old father, but... Әке, ауырып тұрған жоқпын. Менің жақсы үйім бар, қызық жұмысым бар, және ақылды үлкен әкем бар. Бірақ, what's her name? Mr. Rockwell asks. Ол қыздың аты кім? Деп сұрады Mr. Rockwell. Oh, father, she's beautiful and very special. Her name's Ellen Lantry. She is the only woman for me, Richard says. Әкесі қыз үшін баланың көңіл-күй болмай отырғанын біліп қойды. О, әке, ол әдемі, өте ерекше. Оның есімі Ellen Lantry. Ол мен үшін жалғыз әйел адам, деді Richard. Talk to her, dance with her, walk in the rain with her. She's going to love you too, his father says. You are a good young man. You are special too. Сөйлес онымен, биле онымен. Жаңбыр астында жүрумен. Ол сені де ұнатып қалады. You are young man. You are good young man. Сен жақсы адамсың. Сен де ерекшесің. Special, ерекше. But she's always with people, Richard says. I never have any time with her. She never has time for me. Бірақ олар қашан адамдармен жүреді. I never have any time with her. Онымен бірге болатындай уақыт жоқ. She never has time for me. Оның маған уақыты жоқ. Richard, take some money and buy some time with her. Talk to her about your love, the old man says. Richard, ақша ал, кішкене ақша ал, buy some time for her. Оған деген уақыт сатып ал. Оған деген сезімің туралы сөйлес, деді үлкен кісі. I can't, Richard says. She's going to Europe by boat tomorrow morning. Олай ете алмаймын, деді Richard. All she's going to, be going to, all future simple, келер шақта қолданылады. Яғни ол Европаға қайықпен ертең, кемемен ертең, таңертең бармақшы. She's going to stay there for 2 years. Ол онда 2 жылға болады. Ол онда 2 жыл болады. This evening, I'm going to take her to the theater, but it's a very short drive. Бүгін кешке мен оны театрға барамын.
take to the theater. Take апару деген мағына білдіреді. Take алу деген мағына, бірақ және take somebody to somewhere. Біреуді бір жерге апару деген мағынаны білдіреді. But it's a very short drive. Бірақ қысқа ғана жол. Drive деген яғни көлікпен барады, яғни сол көлікпен баратын жер қысқа деген мағынада. I'm not going to have much time with her, and you can't buy her time. I'm not going to have. Бұның барлығы да келер шақтпен жазылып тұр. Яғни онымен көп уақыт болмайды. And you can buy her time. Және оның уақытын сен сатып ала алмайсың. Okay, Richard, now I understand. Your love for her is very strong, but she doesn't know about it. That's your problem, Mr. Rockwell says. Жарайды, Ричард, түсіндім. Сенің оған деген сезімің өте күшті. Бірақ ол туралы білмейді. Ол сенің мәселең, деді Mr. Rockwell. She can't know because there isn't time, Richard says. He's very unhappy. Your money can't talk to her. Ол әрине оны білмейді, яғни оны ұнататынын. Өйткені оны айтатын уақыт жоқ. Деді Richard, he's very unhappy. Көңілсіз болып отырды. Your money can't talk to her. Сенің ақшаң онымен сөйлесе алмайды. At 8 o'clock in the evening, Richard goes to the beautiful young woman's house. Кешкі 8-де Richard әдемі жас қыздың үйіне барады. Good evening, Richard, Miss Laundrie says. Mother and father are waiting for us at the theater. I don't want to be late. Кеш жарық, Richard, деді Miss Laundrie. Ана мен әкем бізді театрда күтіп отыр. Wait for, күту. I don't want to be late. I don't wanna. Бұнда да біріктіріп айтуға болады. Мен кешіккім келмейді. To Wallack's Theater, please, Richard says to the driver. Wallack театрына, деп сұрады, деді жүргізушіге Richard. But at 34th Street, the car stops. Бірақ 34-ші көшеде көлік тоқтап қалады. What's wrong? Richard asks. Не болып қалды? I'm sorry, Mr. Rockwell, the driver says. Кешірім өтінемін, Mr. Rockwell. There are cars to the left, to the right, and behind us. Көліктер біздің сол жағымызда, оң жағымызда, және артымызда. Behind, арты. We can't move. Move, қозғалу. Біз қозғаламай, жылжи алмай тұрмыз. Every car in New York is sitting here. Нью-Йорктағы барлық көліктер осында. Oh, Richard, are we going to be late? Miss Laundrie asks. Oh, Richard, біз кешігеміз бе? I'm very sorry, Ellen. No theater for us this evening, Richard says. Кешірім өтінемін, Ellen. Бүгін театр кешке болмайтын сияқты бізге. That's okay. I don't like theater very much. I'm happy here in the car with you, Miss Laundrie says. Ештеңе емес. Маған театр соншалықты ұнамайды. Мен осында көлікте сенімен болғаныма бақыттымын, деді Miss Laundrie. Are you? Richard asks with a smile. Солай ма? Бұл сұрақ типі question tag деп аталады. Are you? Солай ма? Деп нақтырақ білу үшін. Later the same evening, Richard walks into his father's office. Кейінірек, сол кеште, Richard әкесінің офисіне барады. The old man is reading his newspaper. Ол кісі газет оқып отырды. Father, Richard says, Miss Laundrie and I are in love. Әке, Miss Laundrie және мен бір-бірімізді ұнатамыз, ғашықпыз. Мұнда байқағандарыңыздай, I соңынан айтылады. I and Miss Laundrie емес, Miss Laundrie and me емес, me and Miss Laundrie емес, Miss Laundrie and I. My friends and I, he and I. Солай, I соңынан келіп отырады. Very good, Richard. I am happy for you, his father says. Өте жақсы, Richard, сен үшін қуаныштымын. We talked and talked. She loves me. You see, money can't buy love, Richard says. Біз көп сөйлестік, әңгімелестік, ол мені сүйеді. Көрдің бе, ақша махаббатты сатып ала алмайды, деді Richard. Then the happy young man goes to bed.
Сосын бақытты жас жігіт ұйықтауға кетеді. But let's finish his story. Бірақ оның оқиғасын аяқтайықшы. At 7 o'clock in the morning, Mr. Kelly comes to the door of Mr. Rockwell's house. Таңертеңгі сағат 7-де мистер Келли мистер Роквеллдің үйіне келеді. Good morning, Mr. Kelly, Mr. Rockwell says. Mr. Rockwell амандасады мистер Келли деген кісімен. You did a good job yesterday evening. Here's your $5,000. Сен кешке өте жақсы жұмыс жасадың. Міне сенің $5,000. It was difficult, Mr. Rockwell. The drivers of the cars wanted $10 and the policeman wanted $50. Өте қиын болды, мистер Роквелл. Көліктердің жүргізушілері $10 сұрады, ал полиция $50 сұрады. But cars stopped for us on every street. Бірақ көліктер біз үшін әрбір көшеге тоқтады. Did it all go well? Mr. Kelly asks. Бәрі жақсы болды ма? Бәрі жақсы өтті ме? Well, yes, it was beautiful. Let's drink to love and to money. Well, no, деген сөз. Yes, yeah, it was beautiful. Өте жақсы өтті. Let's drink to love and to money. Махаббат үшін және ақша үшін ішейік. Яғни оның әкесі екеуі ұзағырақ уақыт өткізу үшін, сөйлесу үшін, әңгімелесу үшін, ұлы оған сезімін айта алу үшін адамды жалдап, оған ақша беріп, көліктердің барлығын сол театрдың жанына қарай тоқтатқан. Кептелісті жасатқан. Анда әкесінің ақшасының арқасында ол бала қызға сезімін білдіре алды.